Birinci topқа тұжырым кестесі, осы кесте бойынша жұмыс жасайықшы қазір. Бірінші топта кейіпкерлер іс-әрекеті, жалпы қонақтар әңгімесінде кейіпкерлер әңгімеден іс-әрекетін аласыздар, адамгершілік қасиеті сол кейіпкерге байланысты. Екінші топ кейіпкер, өмірге қызығушылығы, сол кейіпкердің бойындағы қасиеті кейіпкерлерге берілетін жалпы баға. Сол әңгіме бойынша, қонақтар әңгімесі бойынша. Екі топтан тез-тез орындап, екі оқушы жауап берсе. Тездетеміз. Бірінші топтан бір оқушы, екінші топтан бір оқушы. Сұраққа жауап бермеген, сабаққа қатыспай отырған оқушылар. Сол оқушылар жауап берсе. Болдық па? Кім жауап береді бірінші топтан? Бірінші топтан кім жауап береді? Ал және. Кейіпкер, баласы Сапабек. Кейіпкер Сапабек алдыңызға, иә? Тыныш. Қалаға оқуға шығу, өз ынтасын құруы, адамгершілік қасиеті өзінше бағаламайды. Екіншісі рет салу. Кейіпкер, әкесі, іс-әрекеті, баласына көптеген жағдай көрсетеді, баласын сағынуы, адамгершілік қасиеті, жақсы қамқоршы. Жақсы, тағы. Аружан жауап бересіз ма? Мен бірінші кейіпкерден баласын алдым. Баласы оқуға шығуы және ол өз отбасын құрады. Ал адамгершілік қасиеті ол өзінше сондай бағаламайды. Ал екіншісінде мен әкесін алдым. Әкесі іс-әрекеті баласына көптеген жағдай көрсетуі және ол баласын сағынуы. Ал адамгершілік қасиеті ол қамқоршыл және мейірімді, жақсы. Жақсы. Екінші топтан. Әсеттен басқа кім бар тағы? Жақсы. Аружан. Біріншіде іскер, Ерғабыл, Сапабек, Келтома, Аспандияр. Екіншісі өмірге қызығушылығы. Ерғабыл шалдың сағынышы, қапа болуы, баласының қайғысыз шалқып өмір сүруі, және де Келтоманың жақсы келін болуы, және де Аспандиярдың дана болуы. Бойындағы қасиеттері дегенде біріншіге Ерғабылға ақылды және шыдамды, ал Сапабекке қалалық, ал Келтома ұқыпты, ал Аспандияр жақсы және де өте мейірімді және домбырада жақсы ойнайды. Жақсы. Мен. Әсет. Кейіпкер, Таня, келіні, баласы Сапабек, әкесі Ерғабыл, және де немересі. Өмірге деген қызығушылығы. Таня баласын оқытқысы келеді, оқытады. Баласы әкесін сағынып келеді, яғни Сапабек. Ал Ерғабыл ата шал баласын көп күтеді екен. Немересі орыс. Қасиеттері. Таня келіні орыс қазақ тілінде сөйлейді, еркін сөйлейді. Баласы Сапабек ақылы көп, және де домбыра оқиды. Ал әкесі Ерғабыл шыдамшыл, немересі орыс. Жақсы оқушылар, қонақтар әңгімесін толық меңгердік деп ойлаймыз. Енді осы қонақтар әңгімесіне байланысты сіздерге үйге тапсырма жазып алыңыздар. Мен қазақ болғанымды мақтан етемін тақырыбында ой толғап жазасыздар. Үйге тапсырма осылай. Жазып алыңыздар үй тапсырмасын. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Енді осы қонақтар әңгімесіне байланысты сіздерге үйге тапсырма жазып алыңыздар. Мен қазақ болғанымды мақтан етемін тақырыбында ой толғап жазасыздар. Үйге тапсырма осылай. Жазып алыңыздар үй тапсырмасын. Сабаққа қатысқандарыңызға көп рахмет.
Жақсы, талдауыңыздар. Түсінікті ма? Екі топқа бөліндіңіздер. Жақсы. Сабағымыздың жалпы мақсаты прозалық шығарманы талдау, шығарманың тақырыбын, идеялық мазмұнын ашу. Жалпы. Келесі көркем сөздерді жинақтау, пайдалану, байланыстыра сөйлеу, дағдылардың жетілуіне жағдай жасау. Олардың өз ойын жеткізе білу мен іздене білуге жетелеу. Келесі оқушыларды ата-ана, туған жер, отан алдында парызды терең түсіне білуге, оны дұрыс өтей білуге үйрету. Жалпы сабағымыздың мақсаты осы. Төлен Әбдіковтің өмірі мен шығармашылығын оқыдыңыздар ма? Жалпы Төлен Әбдіков қай жерде, қай жылы дүниеге келген? Кім жауап береді? Төлен Әбдіков қай жылы, қай жерде дүниеге келген? Аружан. 1947 жылы 4 қыркүйекте Қостанай облысы Еңбек ауылында дүниеге келген. Жалпы Төлен Әбдіковтің қандай шығармаларын білесіздер? Қай жылы шыққан, қандай шығармалары жарық көрген осы уақытқа дейін? Төлен Әбдіковтің кім жауап береді? Оқыдыңыздар ма? Өмір мен шығармашылығын? Қонақтар әңгімесінен басқа? Қонақтар әңгімесі оқыдық. Жақсы. Енді келесі жалпы сабақта күтетін нәтижеміз зерттеу нәтижесін шығармалық тұрғыда көрсете біледі, ұсынылған проблема бойынша өз елестетуін таныстыра біледі, таным әрекеті, үдерісінде қарым-қатынас жасау әрекеті асады, проблема бойынша өз көзқарасына рефлексия жасай алады. Келесі тапсырмамыз қонақтар әңгімесі бойынша үй тапсырмасы миға шабу. Қазір сұрақ қоямын сіздерге. Екі топқа екі сұрақ беріледі, сол екі сұраққа жауап бересіздер. Бірінші топқа әңгіменің тақырыбы, идеясы, кейіпкерлері, екінші топқа композициялық құрылымы. Осы сұраққа екі топқа екі сұрақ ауызша жауап бересіздер. Бірінші топтан кім жауап береді? Ауыз, Темірлан. Әңгіменің тақырыбы қонақтар болып табылады. Идеясы мындай. Кезінде әкесі өз баласын өсіріп, оған жағдай жасап, оқытады екен да, кейін оны қалаға жібереді екен. Баласы қалада оқып, өзінің өмірін жалғастырып, және үйленіп, бала шағасын туады екен да, сол жақта қалады екен. Ал әкесі ауылда қартайып сол қалады екен да, кейін соңғы жаңағы қартайған кезде әкесі баласы немерелерін алып өзі қонаққа барады екен. Сол кезде әкесі баласы айтады екен: "Сен кезінде маған келмей, қазір қартайған кезде тек қонақ болып қана келдің" деп айтады. Жақсы, дұрыс айтасыз. Екінші топтан жалпы композициялық құрылымына кім жауап береді? Әсет. Бұл тақырыптың композициялық құрылымы және идеясы болып табылатын. Бұл әкенің баланы бағуы, әкенің баланы дамытып оқуға жіберуі, баланың сол оқу жақта үйленіп, отбасы құруы, және көптеген жылдардан кейін әкенің қарт болған кезінде баланың оған қонақ болып келуі. Жақсы, дұрыс айтасыз. Тағы кім толықтырады? Жалпы осы әңгімені оқи отырып, ойларыңызға не түйдіңіздер? Қонақтар әңгімесін оқи отырып. Арман. Бұл жерде ата енді өзінің баласын көптеген білім алсын, менен де күштірек болсын, көп нәрсе білсін деп қалаға оқуға жібереді. Баласы оны өте көп өзінің отбасын құрып болғаннан кейін ғана есіне түсіп танысып, ол неге келеді? Атасына қонаққа, өзінің әкесіне қонаққа келеді. Атасы болса, әкесі оған ренжіп қалады: "Сен менің кезінде келмедің, қазір не үшін келіп тұрсың қонақ болып" дейді. Және де сол кезде ол уже баласы қаланың тұрмысына үйреніп кеткен болады, және де қалалық болады. Балаларды қазақша емес, ана өзі ана тілінде емес, орысша сөйлейтін болады. Соған әкесі іштей шындамады. Жақсы, дұрыс айтасыз. Тағы. Сапарбектің әкесі Сапарбекке көптеген жағдайлар жасады. Және оны қалаға жерде оқысын деп. Бірақ Сапарбек оны бағаламай, өз отбасын құрып, әкесі туралы ұмыт қалды. Және оған әкесі қонаққа шақырғанда, ол қонақ сияқты келді, әкесін сағынбай. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Жалпы Төлен Әбдіковтің өмірімен, шығармашылығымен толық таныстық, қонақтар әңгімесімен толық таныстық. Енді келесі тапсырмамыз екі топқа екі тапсырма. Бірінші топқа концептуалдық кесте, екінші топқа тұжырым кестесі. Осы кесте бойынша жұмыс жасайықшы қазір. Бірінші топта кейіпкерлер іс-әрекеті, жалпы қонақтар әңгімесінде кейіпкерлер әңгімеден іс-әрекетін аласыздар. Адамгершілік қасиеті сол кейіпкерге байланысты. Екінші топ кейіпкер, өмірге қызығушылығы, сол кейіпкердің бойындағы қасиеті, кейіпкерлерге берілетін жалпы баға. Сол әңгіме бойынша, қонақтар әңгімесі бойынша.
Екі топтан тез-тез орындап, екі оқушы жауап берсе.